Bir бала болады. Ол магазиннен сүт алып келе жатқанда жолдан аюды көреді. Аю айтады: «Ей, сен не істеп жүрсің? Қаяққа барасың?» дейді. Сол кезде сәби айтады: «Мен деген магазиннен сүт алып келе жатырмын» дейді. Сосын аю: «Мен сені қазір жеймін» дегенде бала айқайлайды. Сосын ол үйрекпен Атеш де жетіп келеді. «Не болды?» дейді Атеш. «Сендер араласпаңдар, әйтпесе мен үшеуіңді де жеймін» дейді. Сосын Атеш пен үйрек жоспар құрады. Үйрек айтады: «Сен деген көңілін аулай тұр, ал мен араны шақырып келейін» дейді. «Жарайды» дейді. Сосын Атеш көңілін аулай тұрғанда үйрек ақырындап барып араға айтады: «Ара, анда кішкентай сәбиді аю жемекші, барып шағып алшы» дейді. Сосын ол үйрек өзі кете береді. Сосын ара дейді, ұшып барып ақырындап арқасынан шағып алады. Сосын аю айқайлайды: не бол?» деп. Сол кезде ара шағып алады. Бала жеген қалай?» дейді үйрек. Атеш: «Енді сен арқан ауыра беретін болады» дейді. Сол кезде: «Бұның емін айтыңдаршы, мен ешкімге тиіспеймін, уәде берем» дейді. Сол кезде ара айтады: «Оның емі арқаны балшық жасаған ғана кетеді» дейді. Сәби өзі үйіне қайтады. Аю өз жөнімен жүреді. Сосын үйрек пен Атеш өз жөнімен кетеді. Ертеде қонжық пен қоян екеуі дос болады. Бір кезде олар әңгімелесіп отырған кезде олардың жанына кішкентай қонжық келіп айтады: «Достар, мен сендермен ойнағым келеді, не айтып жатырсыңдар?» дейді. Сол кезде үлкен аю айтады: «Біз үлкендермен араласып әңгіме айтып жатырмыз» дейді. «Мен де әңгімелессем бола ма?» «Қазір 1 минут күте тұр». «Қоян, біз онымен әңгімелесейік па, әлде достасайық па?» «Білмеймін, өзің шеш» дейді қоян. «Жарайды, біз онымен өтірік дос боламыз да оны пайдаланып кетеміз. Өйткені ол кішкентай, барлық жерге сияды, ол саған сәбіз әкеп береді, ал маған бал. Жарай ма?» «Жарайды аю, айтқаның болсын». «Ей қонжақ, бері кел. Сендермен мен дос болатын болдыңдар ма? Әңгімелесесіңдер ме?» «Иә, сен бізбен отырсаң болады». «Алақай, айта беріңдер, не қызық болып жатыр?» «Қонжақ, бізге барып бал мен сәбіз әкеп бере аласың ба? Сенің анашың үлкен ғой, ол саған беретін шығар». «Білмеймін, қазір сұрап келейін». «Алақай, қазір ол бізге бал мен сәбіз әкеп береді. Мен саған айттым ғой. Әне, қонжықта келіп қалды, тыныш». «Иә, анашым маған сәбіз бен бал беріп жіберем деді. Қазір 1-2 минут күте тұрыңдар». «Сонымен, не қызық болып жатыр еді?» «Қонжық, сені әне мамаң шақырып жатыр». «Иә, қонжық, анашың шақырып жатыр. Жүгір, барып келе ғой». «Қазір жарайды». Енді ол бізге сәбіз бен бал әкеп беретін болды ғой. Енді мен онымен дос болмаймын». «Аю, олай болмайды ғой. Біз оны қолданып алдық та енді дос болмай кетсек, ол дұрыс болмайды ғой. Мен саған басында айтқан едім, сен келіскенсің». «Жоқ, аю, сен дос болмасаң дос болмай, мен қонжықпен дос боламын». Сөйтіп, қонжық оларды үйіне шақыруға бара жатқанда, оның алдынан қоян шығады. «Ой, сәлем» деп қонжық отырып қалады. «Сәлем, мен саған бірдеңе айтсам болады ма?» деп қонжықтың жанына отырып әңгімені бастайды. «Негізінде аю сені қолданғысы келді. Бар болғаны сол, ол бізге бал әкеп береді және сәбіз әкеп береді деп сені қолданды. Сондықтан мен одан кетіп қалдым. Ол сенімен тағы да дос болмай кетіп қалғысы келді». деп қонжық айтады.
Онда жарайды, мен сенімен дос болайын, бірақ мен қонжыққа әлі анашыма айтып беремін. Қой, сен оны анашыңа айтпай-ақ қой, сенің анаң дәу, ал ол әлі кішкентай. Жарайды, мен оны бір уақытқа кешір. Соның сенің дұрыс болады, оны бір кезге кешіре тұр. Сөйтіп, қонжық пен қоян екеуі дос болып, айырылмастай болып кетіпті. Бір күні бір қыстақта бір отбасы өмір сүріпті. Олардың жалғыз қыздары болыпты. Бір күні әкесі аң аулауға шыққанда оны бір құбыжық ұстап алып түрмеге апарып қамап тастайды екен. Бұны естіген қызы дереу оны құтқаруға барып, қызы әкесін құтқарып, құбыжықты жеңіп, әкесін алып отбасымен бірге бақытты өмір сүріпті. Сәлеметсіңдер ме балалар? Біздің бүгінгі ертегіміз 3 жануар туралы. Ертеде ешкі жүніп ертеде 3 жануар болыпты. Бір күні олар орман ортасына жиналып, кім күшті деген жарыс ұйымдастырыпты. Содан соң 3 жануар сөзге келіп қалады. Сөйтіп күшік айтады: Жо, мен күшті, хоп. Жо, мен күшті. Мен күштімін. Деп сөзге келіп қалады. Сосын түйе айтады: Мені адамдар шұбат алады. Хоп, мен адамдардың үйін күзетемін. Хоп, ал мен адамдарды өзінің сұлулығымен сүйсіндіремін, дейді. Сөйтіп, 3 жануар бір-бірінің мен сөзге келіп қалып, күшік өзінің күштілігін дәлелдеймін деп қауіп-қатерге ұшырайды. Сөйтіп, түйе мен қоян күшікті құтқарып алып, олар бір-біріне рахмет айтып, мәңгілікке дос болып қалады. Осымен біздің ертегіміз аяқталды. Екеуі жақын дос болады. Біреуінің аты Лана, біреуінің аты Лани. Біздің көрші жақта бір қоян болады. Қоян келіп айтады: Сендермен дос болсам бола ма? Менің де ішім пысып жүр, дейді. Сөйтіп Лана мен Лани ойланып қалады да, жарайды, дос боламыз дегенде қоян қатты қуанады. Ланиға айтады: Жүрші, саябаққа барып қыдырып келейік дегенде айтады. Лани айтады: Мен бара алмаймын, досымды тастап кете алмаймын дегенде қоян айтады: Жарайды, мен мына жерде айта салайын. Мен сендердің ойнағандарыңды көре алмаймын. Мен сендерді қолданып кетейін деп едім. Жарайды, бұл да болмады, келесісінде болады деп шындықты айтады. Да 2-3 күн өтеді. 2-3 күннен кейін ол екеуі ойнап жүргенде қоян оған қарап тұрады екен. Сөйтіп ол Лан айтады: Досым, біз одан қарағанда жақсымыз ғой, қайта сонымен ойнап, тату-тәтті болайық. Ол енді қайталамайтын шығар деп айтады. Сөйтіп айтады. Оны естіген қоян жүгіріп барады екен. Сендер менімен дос боласыңдар ма? Мен барлық кінәларымды кешіресіңдер ма дегенде, я деп үшеуі тату-тәтті дос болады екен. Бір күні ата есігінің алдына үлкен шалқан егеді. Шалқан үлкен болып өседі. Атай шалғанды тартып шығара алмай әжейді шақырады. Әжей екеуі тартады. Алайда шалқан үзілмепті. Одан соң әжей немере қызын шақырады. Немере қыз әжейдің көйлегін ары тартады, бері тартады. Алайда шалқан үзілмепті. Ал қыз болса өзінің итін шақырады. Төртеуі ары бері тартады, сонда да шалқан үзілмейді. Ит болса мысық досын шақырады. Бесеуі тартса шалқан үзілмепті. Мысық тышқанды шақырады, ал тауы тартып шалқанды үзіп алыпты. Алтауы күш біріктірген кезде шалқан үзіліпті.